Азамат деген баланың ісі атына сай емес еді. Адам нағыз азамат атануы үшін тәртіпті, кішіпейіл, ақкөңіл, әркімнен көмегін аямайтын қайырымды қағылез болуы керек қой. Түс қайта сөмкесін арқалап мектепке барып келгені болмаса, күні бойы асыр салып аулада доп қуып ойнағаннан басқа ештеңе бітірмейді. Бір мезгіл кітап бетін ашпаса, оқуын қалай оқысын? Күнделігі екіге толы. Мен бақытсыз екенмін деген ой басынан бір елі шықпай қойды. Әрі-беріден соң ол бақытты болудың жолын қарастыра бастады. Айтпақшы, осы бақыт құсы деген болмаушы ма еді ертегілерде? Шіркін, соның біреуін тауып алсам, табан астында бақытты болып шыға келер едім. Сонан соң бір күні ол әжесінен, «Әже, осы бақыт құсы қандай болады?» деп сұрайды. Оны кім көріпті? Көңіліңе қандай құс ұнаса, сол құстың бейнесіне енетін болар. Мысалы, қараторғай, не бұлбұл, тіпті көгершін болып ұшып жүруі де мүмкін, депті әжесі. Осы әңгімеден соң Азамат құстарға тас лақтыруды қойды. Есік алдына, шатырға жем шашатын болды. Бірақ басына торғай да, бұлбұл да, көгершін де келіп қонбайды. Бақыт құсын күтіп шаршаған Азамат бақыт құсы ауылда қыстап қалған құстар ішінде жоқ екен. Сірә жылы жаққа ұшып кеткен болар. Көктемге дейін күтейін деп ойлады.